Сендер білесіңдер ма, что? Мен ойладым далада ыстық деп. Ал далаға шықсам, что на улице қар жауып жатыр. Ал мен оны ойлаған жоқпын. Күн ыстық, жоқ қар. На улице холодно. Ассалаумағалейкум, достар, қалайсыздар? Қазақша каналға қош келдіңіздер, және сіздермен бірге Мұрат. Достар, бағана әрине әзіл еді, бір жерде естіп қалғам ғой видеоны. Сол қар деген біраз жауып тастапты. Енді қалай жүреміз. Так, дворларда әрең жүредік. Вообще жүре алмай қаламыз ба, білмеймін. Солай. Сағат таңғы 6:30. Біз жұмысты жаймен бастаймыз. Не біздің ласточка. Әдемі машинамыз. Қашқан жоқпын ғой. Бағанағын әкеп тастадым. Енді Ұлдалыдан Желтоқсанға 1150 коэффициентпен шықты. Дағы 11 километр. Негізі осын Ұлдалыға бергенде ғой. Ой, Ұлдалы деппін ғой. Айтматова. Сығанақ жақтарға ғой. Бай, ол жақтан да нормально немен алушы едік коэффициентпен. Екінші заказды алып келдім, енді мына жер кішкене нашарлау болып тұр да. Соған мен мына жерге барғым кеп тұр ғой менің. Бір жерлерім қышып тұр ғой, мына жерге барып заказ алғым кеп тұр. Мен барғанша мынандай болып қалмаса. Дала деген бар ғой, вообще тазаламаған ғой, мына жерлер тап-таза ғой. Бағанағы бірінші тапсырысты алып кете жатқан кезде Мәңгілік ел бойында тазаламаған еді. Ең бірінші тазалайтын көшесі Мәңгілікті де тазаламаған еді. Мұн жақтарға қар жаумаған ба бірдеңе ғой. Үлкен көшелер страшно, қорқынышты болып жатыр. Тұрып қалатын сияқты болып тұр. Жаймен жақындаймыз, коэффициент көп жерге. Екі заказымыз бізде 5100. 26 километр жол. Бір алыс заказ алайын десем болмады. Республика 64-ке 1250 коэффициентпен түсті. Брак деген пробка страшна. Республика 64 дейді. Осылай. Ауа райы борандатып тұр. $550 мен қабылдадым ба, комфорт тарифінде. Менде 3 тапсырыс. Мен ИП-да жұмыс істеп жатыр екенмін ғой. Қазір жеткізгеннен кейін Тарланға ауысамыз. Ұмытып кеткенмін ғой. Сіздерге мынандай заказ түскен ба? Маған қазір түсіп тұр. Бір социальный заказ дедім, бірдеңе деп шықты. Эконом 600 коэффициентпен алдым. Комиссия алмайды екен бұда.
Сбор нөлден келіп тұр. Сағат деген 10 болды, мына пробканы қараңыздар. Сәлеметсіздер ме? Мынау Яндекс мен тоқтатпай қойды бар ғой. Мәке отыра бергенде не істейсің, жұмыс істесей, коэффициент жоқ болса да деп. Жоқ, құдайға шүкір, мен жақсы жұмыс істеп алдым. Қазір сағат 10:41 болыпты ғой уже. Тағы қойын. Сағат 10:41, менде 14.000 теңге табыс бар, бірақ заказ саны неге ауыспай жатыр. 8 заказ 14.000 теңге болып тұр. Қазір енді басталып кетті уже. Коэффициентсіз қысқа заказ деген сияқты. Негіз алыс заказдарды беріп тұрса жақсы болушы. Мен кешенеде паркты істедім, ИП-да істедім да, бүгін Тарланда істеймін деп ұмытып кеткен ғой. Кешегі результатты көрейін, қалай болыпты, қанша тауыппын деген сияқты. Кеше негізі видео түсіріп шығарып болу керек еді видео, бірақ аяқ астынан мен тамақ ішіп шықтым да, кішкене дем алып тұрсам, бір жақсы бір звонок болып қалды автосалоннан. Соған сол жерге бардым да, түнге дейін қалып қойдым. Түнде 1-2 заказ орнынан да кетіп қалдым. Енді құдай қаласа күтіңіздер, жақсы жаңалық болып қалады. Барлығын көрсетем. Кредитке машина алуға асықпаңыздар. Күтіңіздер, мен сияқты. Сондай сәттер болып қалса, сол кезде алып аласыздар. Ал бүгіндіке жұмысты бастадық. Енді таңертең бастап қойғанбыз. Видеоны осылай бастап жатырмыз. Енді ғана себебі тапсырыс беріп тоқтатпай қойды Яндекс. Қазірде тоқтап тұрған жоқ. Бір заказ бара жатсам, отмена жасады. Енді келесіне бара жатым. Ол әлі отмена берген жоқ, бірақ көпте шығатын емес, заказ емес. 3 километр ме, сондай ғана. Подача 1,5 километр. Кішкене тоқтады. Біз ауыстырып алайық. Тарлан паркымызға өтіп алайық. Тарлан парктың акциясын білесіздер. Неге Тарлан парк галочкасы бар, Instagram сияқты. Өкінішке орай Тарланды істей алмайды екенбіз. Себеп погода мынандай болып тұр. Машина кішкене лас. Ал бізде фотоконтрол өтпеген екен. Фотоконтрол өтіңіз деп тұр, сол үшін қайтадан паркты істей тұрамыз бүгін. Басқа амал жоқ. Жаңадан көріп жатқандар болса, білмегендер, естімегендер болса, тағы бір рет қайталайын. 10.000 теңге тіркеліп 300 заказ орындайсыз, 10.000 теңге аласыз. Одан кейінгі апта сайынғы Астана Алматы қаласы үшін 2.000 теңге, басқа қалалар үшін 1.000-1.500 теңге бонус. Әр апта сайынғы бұл. И сосын досыңыз тіркесеңіз, тағы 2.000 теңге. Тағы бір ең күшті жері, маған ұнайтын мынау 4-шісі, сіз қалған уақытыңызда ақшаны шешу, және де ешқандай пайсыз шешесіз ақшаны. Өзінің программасы бар, сонымен ақша шешіп аласыз. Ал кеттік, біз мына линияға шығайық, мына қағазымызды ілейік. С деген сөзі қате қалып қойған, өткенде видеода біреу соны байқап жазған, соны толтырамыз, С деген сөзді. Одан кейін мына арт жаққа іліп қоямыз. Кім ойнаймыз дейді? Біз дайынбыз. Бізде камера дайын тұр. Кішкене кішеп қалыпты. Мұн жақ көлі болып жатыр. Осыны кішкене бір тазалап алайын.
Одан кейін бастаймыз. Мынаны қараңыздар, не дейді мынау? Здравствуйте, вы можете зайти и взять, пожалуйста, дейді. Осылай жазамыз, басқа амал жоқ. Біз таксист, біз курьер емес. Мынау қазір заказ берген. Кіресіз бе дейді. Жоқ, кірмеймін деді. Ал онда күтіп отырмыз, қазір алып шығады дейді ғой. Мен айтам, жоқ, отмена беріңіз, мен доставщик немесе курьер емеспін. Доставка немесе курьер заказ беріңіз десем, сразу отмена жасап, шо картамен деп қойған екен, 490 теңгесінен айырылды. Енді мен білмеймін, бұл адам заказ беруді білген жоқ па, курьер доставка, или ақшасын аяды ма, әйтеуір болмайды. Достар, сағат 1 болды. Түскі тамақ ішуге бара жатырмыз. Тағы сол жерге андай SF-та бір донер алсаңыз, екінші донер тегін екен. Соны жеуге бара жатырмыз. Не айтайын деп едім? Қуанғанымнан есімнен де шығып кетті. Қазір автосалоннан тағы звондап тұр. Мәкке чотам деп қояды. Келесің ба бүгін кешке дейді ғой. 1-2 күнде құдай қаласа жақсы жаңалық болып қалады. Не істейін? Каспи номерді қалдыра берейін ба? Құттықтауларыңызды Каспиге ұрасыздар ма? Не істейсіздер өзі? Ерте шығыңыздар, ерте шықсаңыздар, мынандай жұмыс жасап, ақша табу мүмкіншіліктері көп болады. Сосын ерте шығыңыздар. Мынау Лейберг деген бар ғой. Бірыңғай пробка болып кетті десем, қарды мынау тазалап жатыр екен көп жерде. Сол үшін пробка өткен көшелер. Пробка көбейіп кетті ғой. Мінекей құдай қаласа автосалонға келе жатырмыз. Мінекей автосалонға келдік жаймен. Не істейін достар, автоблогер болып кетейін ба? Қазір өзіміздің жұмыстарды бітіріп жатырмыз. Мінекей, мына Kia Sportage машинасы. Мына соның лағы. Мына Kia Ceed. Мына Kia K5. Егер жақсы нелер сұраныс болатын болса, автосалондарға барып, осындай видео түсіретін боламыз. Біз үшін еш қиындығы жоқ, білесіздер ғой. Түнгі сағат неше болды қазір? 10:30 болды. Мен не үшін жұмыс тоқтатып қойғанымды примерно түсіндіңіздер. Сосын қазір тағы көрсетем. Қазір сіздерге көрсетем мен жұмысты не үшін тоқтатқанымды. Қазір жетіп алайын сол жерге. Машина бар ма дейді. Машина бар ғой, машина бар ғой. Кублит бар ғой, кублит. Осымен кете жатырмыз. Қазір ана екінші машинама жетіп алайын, сосын сіздерге көрсетем не болған.
Вот менің ласточкаларым. Енді мынаны қараңыздаршы, не болған? Байқалып тұр ма? Жаным, сол. Балон ішіне кіріп тұр, крылоның. Байқап тұрсыздар ма? Ал мына жақ олай емес. Мынау ішіне кіріп тұрған жоқ. Неки, ішіне кіріп тұрған жоқ. Нормально, мына жерде қалай болса, былай қойған кезде осында 2 саусақ сиятын жер бар. Ал мына жақта 2 саусақты алып келсең, біреуі де сыймайды. Мынау пружина сынып кетті. Жағында көрінбей тұр. Осылай достар, жаңа машина әрекет жасап отыр едік. Ескісі ренжіп қалды. Осылай сынып қалды. Эстоға дейін жете алмаймыз. Себебі сынып шығып кеткен пружина доңғалаққа тиіп тұр да. Резинаның иісі қатты шығып кетті. Кішкене ғана жүрдік. Енді, білмеймін, қазір ішінен документ барлық заттарды алып кетсем үйге. Ертең келеміз бұл ласточкамызға. Достар, осылай. Бүгінге бар жаңалық осы. Біз бағанағы сол 18.000 ақшамен тоқтатқанбыз. Түс кезінде, себебі бағана көрдіңіздер. Жүгір болып қалды. Автосалоннан звондап қалды. Соның барлығы Құдай қаласа келесі видеода Алла қалауымен жаңа видео, жаңа машина көрсететін боламын. Күтіңіздер. Мынаның астында барлық тіркелу номері, Тарлан парк номері және өзімнің Каспий номерімді қалдырам. Құттықтауды бастай берсеңіздер болады, Құдай қаласа. Одан кейін көргеннен кейін тағы бір өздеріңіз білесіздер ғой, енді мен айтпасам ба, Барлықтарыңызға рахмет. От души. Сіздердің видео қарағандарыңыз мен үшін өте үлкен бір мотивация. Ал жақсы достар, келесі видеоларда және Астананың көшелерінде және жаңа машинада кездескенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.